Сәлеметсіздер ме балалар? 2-9 есебімізді шығарайық. Енді қараңыздар. Бірінші x-тен шығарып алайық. X-тің 2-ге көбейтеміз 6-ны. 12 дәрежесі, y-тің 6 дәрежесі бөлінген. X-імізде 2 бесім 10, y-імізде 2 үшім 6, және де x, y-іміз бар тең. Енді қараңыздар. Бірден есептей салайын. Бөлі болған кезде азайтамыз. 12-ден 10-ды азайтамыз. Сонда неше болады? 2 қалады. Осы 2-ге мына жердегі x деп көрінбей тұрған 1 дәреже бар. Қосамыз. Сонда x-імізде 3 дәреже болады. Енді y-імізде 6-ға 6-ны азайтамыз. Ештеңе қалмады. Сонда мына y-іміз ғана қалды. Y-імізді жазып қояйық. Енді келесі екінші есебімізде бұл екінші есебіміз жақшадан шығарып алайық. Астына жаза берейін. X-імізде 7, y-імізде 3/21 болады. Көбейтілген x-імізде 6 мен 3-ті көбейтеміз 18, y-імізде 3/4 бөлінген. X-імізде 24, y-імізде 32 тең. Енді қараңыздар. Яғни 7-ге 18-ді қосамыз. Сонда 25 болады. 25-е мына 24-ті азайсақ, x-іміз неше болады екен? 1 болады. X-тің 1 дәрежесі. Енді келесі y-ді есептесек, мына 21-ге қосамыз мына 12-ні. 33 болады. 33-тен мына 32-ні азайтатын болсақ, 33-тен 32-ні азайсақ 1 ғой. Y-іміздің 1 дәрежесі. Болды. 1 дәреже жазылмайды. Осымен екінші есебіміз аяқталды. Енді келесі үшінші есебіміз шығарайық. X бөлінген y 8 дәрежесі бар екен бөлінген. X-іміздің 2 дәрежесі және y 4 дәрежесі. Көбейтілген x, y-тің 5 дәрежесі тең. Енді бұларды жақшадан шығарып алайық. X-іміздің 8 дәрежесі бөлінген, y-іміздің 8 дәрежесі бөлінген. X-іміздің 2/4 8, y-імізде 4 дәреже болады. Көбейтілген x, y-тің 5 дәрежесі тең. Енді мына жерде қарасаңыздар, бөлшектің ортасы не? Бөлу, е? Бөлі болған кезде алынма бөлімін ауыстырайық. X-іміздің 8 дәрежесі бөлінген, y-іміздің 8 көбейту болады да, y-іміздің 4 дәрежесі алымына, x-іміздің 8 дәрежесі бөліміне түседі. X, y-тің 5 дәрежесі. Енді қараңыздар, қысқаратындарын осы жерден қысқартып жіберейік. X-іміздің 8 дәрежесі мен x-іміздің 8 дәрежесін қысқарттым. Y-іміз мұнда 4 дәреже қалса, мына жерде y-іміз де, яғни қысқаратты мұнда 4 дәреже қалады. Яғни тең деп жазайын. 1 бөлінген y-тің 4 дәрежесі қалды. Көбейтілген x, y-тің 5 дәрежесі тең. Енді x-імізді қалпынша жазып қоям. Y-де, мына 1 бөлінген дегеніміз, y-тің минус 4 дәрежесі қалды дегенсіз. Минус 4 дәрежесіне қосамыз 5-ті. Тең. Сонда x-іміз, y-іміз қосу алу болатын болса, таңбаға қараймыз мына жерде. Қосу, азайту, мына жерде қосу ғой. Қосу азайту болса, азаятта үлкеннің таңбасы қойылады. Яғни 5-тің таңбасы қойылады деген сөз. 5-тен 4-ті азайтатын болсақ 1. Сонда x, y қане шығады жауабы. Енді соңғы 4-ші есебіміз шығарайық. Егер түсінбесеңіздер, басынан бастап бір қайталап көріңіздер. X-іміздің 5 дәрежесі, y-імізде 8 дәреже бар. Көбейтілген x, y 5 дәреже бөлінген. X-імізде 5 дәреже, y-імізде 3 дәреже және 2. X-тің 5 дәрежесі, y-тің 8 дәрежесі. X-імізде 5 дәреже, y-імізде 5 дәреже. Бөлінген. X-імізде 2 бесім 10, y-імізде 2 үшім 6 болады. Тең. Енді мына жерде есептей салайық бірден. Мына 5-ге қосамыз мына 5-ті. 10 болады. 10-нан 10-ды азайтамыз. Яғни ештеңе қалмайды. Келесі y-імізде
5 бар. 5-ке мында 8 бар. Мына 5 емес. 5-ке 8-ді қосамыз. 13 болады. 13-тан мына 6-ны азайтатын болсақ, яғни 7 болады, Y-іміз 7. Болды, бұл есепте Y7 деген ғана жауап шығады екен. Осымен балалар есебіміз аяқталды. Егер түсініксіз болатын болса, тағы бір қайталасаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен бірге боламын.